Кайырлы күн достар. Бүгүн сиздерге керемет кытырлак болуп чыгатын өзүм жасап жүрген каттама нанның жасалуу жолу менен бөлүсөмүн. Осы дәл қазіргі мезгілге күздің суығында шаймен ішуге таптырмас тағам, балаларға да қатты ұнайды. Ал ендеше кеттік. Алдымен ыдысымызға ұн мен тұзды майда жақсылап араластырып аламыз. Үстіне су құйып, жұмсақтау етіп қамыр илейміз. Қоспалардың мөлшерлерін астына описанияға жазып қоямын. Каналымның дамуы үшін видеоны соңына дейін көріп, достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыз. Балаларыңызға көшеден алып бермей-ақ, осылай үйде жасап қуантуларыңызға болады. Қамырды илеп болған соң тындыруға қойып қоямыз. Міне қамырымыз дайын болды. Енді оны екі бөлікке бөліп, жайып шығамыз жұқа етіп. Қаттама жасталған майды үлкен де кіші де сүйсініп жей беретін тағам болғандықтан, үйдің барлық мүшесіне ұнайды деп ойлаймын. Осындай суық мезгілде жиі жасап тұруға кеңес беремін. Қаттаманың қамырын төп дөңгелек етіп жаю маңызды емес, жұқа етіп жаю маңызды, сондықтан да бұның қамырын жұмсақтау етіп илеу керек. Қамырды жұқа етіп жайып шықтым. Енді оның үстіне ерітілген сары майды жағамыз. Майдың майлылығы 72-82% арасында болғаны маңызды. Егер сізде қаттама самса дұрыс шықпай жүрсе, майыңызды ауыстырып көріңіз. Бетіне майды біркелкетіп жағып шықтым. Енді оның үстіне майдалап туралған аскөктерді сеуіп шығамыз. Егер сіздерге аскөк ұнамаса, оны қоспай жасай беруге болады. Май кішкене қатқан соң барып, екінші қамырды бетіне салып шығамыз. Бұны да дәл алдыңғысындай бір келкетіп майлап, бетіне аскөктерді сеуіп шығамын. Мен аскөкті мұздатқышқа қысқа жететіндей етіп қатырып сақтап қойғанмын. Осы мен екінші жыл солай пайдаланып келе жатқаныма дәл сол күйінде тұра береді. Түсі де жап-жасыл, дәмі де өзгермейді. Каналымда көкөністерді қалай қысқа сақтап қатырып алудың видеосы бар. Мен барлық көкөністерді, жемістерді сол әдіспен жасаймын. Аскөктерді дәл сол әдіспен қатырып сақтап алдым. Қызық болса, төменге описанияға ссылкасын қалдырып кетемін. Соны басып кіріп көрулеріңізге болады. Кішкене майы қатқан соң қамырды видеодағыдай кесіп шығып ораймын. Сұрақтарыңыз бен пікірлеріңіз болса, астына комментарий бөліміне қалдырып кетулеріңізге болады. Бәрін орап болды. Менде 4 қаттама шықты. Енді оны майы қату үшін мұздатқышқа шамалы уақытқа қоямыз. Сонда өзімізге жұмыс жасауға оңай болады. Дайын болған қаттаманы осылай жайлап жайып аламын. Негізі ұн қоспай жаю керек. Жабысып жатса, кішкене ғана ұн себелейміз.
төртеуін де жайып дайындап қойдым. Енді майды қыздырамыз. Алдын ала тапаға 2-3 ас қасықтай май құйып қыздырып алып, барлығын осылай екі бетін жақсылап қуырып шығамын. Жасап көруге кеңес беремін, өте дәмді шығады. Егер де жасап жатсаңыздар, комментарий бөліміне қалдырып кетіңіздер. Жолдасыма, балаларыма қатты ұнады. Сіздерге де ұнайтынына сенімдімін.